Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, оқушылар. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда мектебімізде информатика, физика аталып жатыр. Ғаламтордан ғаламторға. Соған орай мектебімізде көптеген іс-шаралар, сайыс сабақтар, ашық сабақтар өтіп жатыр. Сонымен қатар дебат клубы жұмыс жасап жатқандықтан пікірсайыс күнінде осы тақырыпты ашуға жөн қойдық. Бүгін міне Қазақстандағы IT саласын дамытудың тиімді жолын көрсету үшін бір ойынды ұйымдастырып отырмыз. Тақырыптар өте көп бізде. Балалар туралы айтсақ болады, жасанды интеллект туралы айтсақ болады. Бірақ уақыттың тығыздығына байланысты бір ғана тақырыпты алып отырмыз. Сәттілік тілейміз. Сұрақтарыңызды көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Ойында сәттілік тілейміз. Енді ортаға үкімет тобының лидері. Сізге берілетін уақыт 4 минут. Ойында сәттілік тілейміз. Қайырлы күн. Тақырып бізге берілген болады. Қазақстандағы IT саласын дамытудың тиімді жолы. Тақырыпқа дефиниция беретін болсақ, Қазақстан біздің тұрып жатқан жеріміз, отанымыз, яғни біздің рухани және ұлттық құндылығымыз. IT саласы ақпарат технологиясы, яғни күнделікті өмірде қолданылатын гаджеттеріміз, смартфондарымыз, әлеуметтік желі, осының бәрі IT саласына кіреді. Яғни ең тиімді жол критерий қойып кететін болсақ, ең тиімді жол қандай болу керек? Ең тиімді жол ең бірінші нәтижелі болу керек. Яғни соның тиімді болған қате нәтижесі болмаса, екіншіден бізде оның шынымен де пайдасы болу керек. Яғни оны жаңа сатыға жеткізу керек. Дамыту дегеніміз не? Дамыту деген жаңа сатыға жетелеу. Яғни сен 3 күн оқып жүрсең, сен өзіңді дамыту арқылы 4-ге жетесің. Өзіңді дамыту арқылы 5-ге жетесің. Яғни бізге ең тиімді жол дамыту және нәтижелі. Дамыту керек және нәтижелі болу керек. Ал енді тақырыптың өзектілігіне келетін болсақ, тақырыптың өзектілігі бұл проблема қайдан шығып отыр? Қазіргі таңда Қазақстан IT саласы бойынша қатты дамыған мемлекеттердің қатарына кірмейді. Яғни Жапония және Корея елдерімен салыстырғанда Қазақстан IT саласы бойынша қалып қалған. Оның өзін IT саласының маманы Ербол Серікбай растады. Яғни Қазақстан қазіргі таңда IT саласына IT мамандарымен өте қатты тапшыдашы. Бізге керек IT мамандықтары, любой кезде керек, бірақ IT мамандар тапшы. Яғни тақырыптың өзектілігі неге бізде IT дамымаған? Ал енді біздің идеяға келетін болсақ, біздің идея білім мекемелерін IT саласы бойынша қамтамасыз ету. Яғни бізде мектептерде және университеттерді салыстыратын болсақ, мектепке көп көңіл бөлінбеген IT саласы бойынша. Бізде информатика деген пән бар, бірақ IT-ға қатты көңіл бөлу емес. Біздің идеямыз, яғни шлакоблокты, фундаментті қалай қаласаң, шлакоблок сондай болады. Фундамент жақсы болса, шлакоблок биік болады, әлі ол құламайды. Ал енді аргументтерімізге келетін болсақ, біздің бірінші аргументіміз жасөспірімдер, яғни балалар. Мектеп қабырғасында оқитын балалар ертең біздің болашағымыздың ертеңі. Мысалға, сен мектеп кезінде бір жақсы нәрселер сіңіріп өзіңе не керектігін білетін болсаң, сен ертең өзіңнің қалаңа, өзіңнің мемлекетіңе, тіпті әлемге пайдалы болуы мүмкін да. Қазіргі таңдағы балалар мүмкін болашақта бір үлкен тұлғалар, болашақтағы бір керемет нәрселер ойлап табушылар шығар. Біз соларға көңіл бөлуіміз керек. Яғни бізге мектепке көңіл бөлінсе, балалар күндерінің жартысын мектепте өткізеді. Мектепте бізде IT дамымаған, соны дамыту, біздің жеткізгіміз келгені осы дамыту. Ал екінші бізде аргументіміз ынталандыру. Яғни баланы жасөспірімдер, қоғамда жасөспірімдер негізі қазіргі таңда қалай бұрса солай кете береді ше, соны ынталандыратын адамдар керек бізге. Тақырып сондай қарқынды алатын адам және қарқынды беретін адам. Осы бойынша біз ел дамиды. Мысалға, қараңыздаршы, егер сіздер мектеп кезінде оқып жүріп, IT-дің не екенін білсеңіздер, IT-ді күшті екен мәні деген сияқты қылып жүретін болсаңыздар, сіз ертең сол IT саласы бойынша маман болып кетуіңіз мүмкін, IT саласы бойынша бір күшті жаңалық ашуыңыз мүмкін. Сондықтан да біз мектепке көп көңіл бөлуіміз керек деп есептейміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі ортаға жалынды қатысушылар мен оппозиция тобының лидері. Сізге берілетін уақыт 5 минут. Ойында сәттілік тілейміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті төрешілер, және де форум. Ал енді мен сөзім бастасам. Теміртай қысқан кезінде соқ демекші, алдымен қарсылықтан бастасам. Парламент лидерінің идеясы ол білім мекемелерінде IT-ді дамыту. Қазіргі кезде мектептерде IT-ді дамытып жатыр, яғни информатика пәнін негізі пән болмаса да, осы біздің мектепте алайықшы, көптеген информатика кабинеттер бар. Олардың ішінде 12-13 дана компьютерлер беріп жатыр. Бірақ оқушылар соны дұрыс пайдаланып жатқан жоқ. Мысалы, қазіргі кезде бір кабинетке кіріп көріңізші, ол компьютерді қалай пайдаланатынын көресіз. Ішінде неше түрлі нәрсе жазып тұрған немесе дұрыс қолданбайды. Яғни бұл жерге жастар қарқын ала алмай жатыр IT-ге байланысты. Және де жасөспірімдер деп жатыр ғой. Яғни ол мен айта кеттім, яғни қарқын ала алмай жатыр. Ал екінші аргумент ол ынталандыру. Ынталандырып жатыр ол. Мектеп қазірдің өзінде дамытпаса да ынталандырып жатыр.
информатика пәнін беріп жатыр, апталық беріп жатыр, мысалы бұны информатика физика апталығы деп бөліп беріп жатыр, бұны ескерсек те болады. Компьютерлерді жеткілікті қылып берді, бірақ оқушылар өзі қарқын ала алмай жатыр. Біз соны ескеруіміз керек. Ал енді өз алаңыма келетін болсақ, бұл палата Қазақстандағы IT саласын дамытудың ең тиімді жолын ұсынады. Яғни мен үкімет тобының дефинициясымен қосыламын. Ал енді өз статистикамды түсініп кетсем, қазіргі кезде көпшілік IT саласын ескермейді, білмейтіндер де бар ішінде. Ал енді бұл тақырыптың өзектілігіне келсек, 2050 жылдарға қарай Қазақстан цифрлық Қазақстан болмақшы. Бірақ цифрлық Қазақстан боламын деген мемлекетте елде IT маманы тапшы және IT саласы дамымаған. Яғни біз осы IT саласын дамыту үшін біз IT саласын жариялау керек деп есептейміз. Яғни мысалға алайықшы, бала жылы алайық, балалар көптеген секциялар бөлінді, көптеген мүмкіндіктер берді, көптеген сайыстар ұйымдастырып, балаларды жан-жағынан дамытып көмектесіп жатыр. Негізінен қарастыратын болсақ, бұл Қазақстан тиімді жолын көрсететін жолдар көп, бірақ біз осы IT саласын активдігі, осы IT саласы жылын белгілесек, осы жыл ішінде көптеген қарқын беріледі, ынталандырады. Яғни бұл жерде көп нәрсе өзгерді. Енді аргументтеріне тоқталсақ, бірінші аргумент көзқарас. Яғни мен статистикамда айтып жатырмын ғой, қазіргі кезде көпшілік IT саласын ескермейді, яғни білмейді. Көзқарас өзгереді. Яғни халық ойлайды сол кезде. Сонда IT саласы датауы дамып кеткен үшін оны бір жол жариялайды. Яғни көзқарас қалыптасады жақсы жаққа қарай. Яғни бұл IT саласын дамытудың бір жолы деп есептеймін. Және екінші аргумент эффективтілік. Яғни бұл түрлі сайыстар, түрлі марафондар ұйымдастырылып, оқушылардың IT-ге деген эффектив көзқарасы орнайды. Мысалы, информатика апталығын алайық. Информатика апталығы ол 10 күндік күн, яғни 10 күндік. Бұл күнде көптеген сайыстар ұйымдастырылды. Мысалы, өткен ашылуына көрген жарыстар, көптеген оқушылар шығып, робототехника, яғни IT саласына бойынша өз өнерлерін көрсетіп, дамытып, IT саласын жақсы қырларын көрсетіп жатты. Яғни біздің ойымызша, ол дамытудың ең тиімді жолы, яғни нәтижесі маңызды болатын жолы, ол IT жылын жариялау. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сізге де көп рахмет. Енді ортаға үкімет тобының спикері, сізге берілетін уақыт 5 минут, жалпы қысылтып күтеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті төрешілер және қонақтар. Мен өз сөзімді қатты қиындықтан келеді. Оппозиция тобының лидері айтсаңызшы, әр пәнде апталық беріп жатыр дейді. Мысалы, ағылшын апталығы бұл дейді, ол ағылшын апталығы бір аптаға апталыққа бір апта мән беріп, қатты оқу жүргізді, кейін ол апталық кейде ол пәнге мән беріп қарап жүрмесін да. Кейін ол тастап кетсе, пәнше өз аргументтер тоқтара кетсем, балалар және сөз келмейді. Мектеп кезінде оқымаған адам университетке барғанда оны біліп дамып кетпейді. Яғни мен мектепте жүргенде мысалға математика оқымасам, университетке барғанда мен математиканы меңгере алмаймын. Яғни басқа жаққа барғанда да ол қиын болады. Ал қарқын деген сол мектепке қарағанда университеттерге көп қаржы берілген. Мектеп қатты дамымаған университеттер, оларға көп қаржылар бөлініп, оларға жаңағыдай көп қаржы бөлінген және де оларда университеттерде дамығандар. Мен сөзім ашылар. Енді ортаға оппозиция тобының спикері, сізге берілетін уақыт 5 минут, жалпы қысылтып күтеміз. Сөзіңізді күтеміз. Маржан ханым. Сәлеметсіздер ме, төрешілер және де форум. Мен сөзімді өзімнің лидерімнің несін аргументтерін толықтырып түсіндіріп өтсем, біз қазір IT жылын ашсақ, бізге IT-ге көп қарқын бөлінеді. Яғни, мысалға айтып өтсек, бізде қазір 2023 ауыл жылы да, осы ауыл жылында, қазір осы ауыл жылына көптеген ақшалар бөлініп жатыр, көп ауылға деген қаржы бөлініп, несіп жатыр да, ауылға көп бөлініп жатыр да. Осы яғни IT дамытсақ, бізге көп адам осы IT-ге қызығады. Біз осы IT жылын жасау керек деп ойлаймын. Себебі IT жылына біздің тағы аргумент көзқарас, IT жылын біз жасасақ, біз IT-дің, интернеттің осы IT жылы информатиканы жақсы екен көрсете аламыз. Сол кезде адамның өзінің көзқарасы жақсы жаққа бейімделіп өзгереді. Қазір ол адамдарға негізі
IT не істемейді да, IT информатика қызықтырмайды, оны қызықтыру үшін IT жылын ашу керек. Бізге осы балалар қызықпаса, бізге мектепті дамытып не істеу не керек? Неге керек ол? IT-ді біз дамытып, оны адамдарды қызықтырып не істеуіміз керек. 2023 жылы балалар жылы болды. Көптеген акциялар ашылды. 2023 жылдан кейін балаларға сотына ақша құйылды. Бұл заңды түрде белгіленген. Және де IT жылының ішінде IT-ға кірген мамандар жыл бітті деп одан шығып кете алмайды ғой. Ол өзі бұл IT-ді маған қызық, мен оқимын, маған ұнайды деген адам ол болды, бұл жыл бітті деп шығып кетпейді. Ол қызыққан адам ешқашанда өз несінен мақсатынан таймайды. Және де негізі ағылшын апталықта балалардың көп нәрсе білді және үйренді. Осы тіпті ағылшынға қызығатын немесе IT-ге қызығатын нелерге IT жылы сондайлар өте пайдалы десек те болады. Мен сөзім Енді формадан сөйлейтіндер болса, формадан сөйлейтін болсаңыздар, онда ойынды формативті аяқтайтын оппозиция тобының лидері Сымбат ханымды жалынды қарсылықты тек қана спикерге бере аласың, ал былай тікелей сараптама жасайсың. Сіздерді қайта көргеніме қуаныш. Жаман төрешілер және қарсылас топ, сіздерге көп рахмет. Көптеген жалынды қарсылықтар келді, ойлар негізі ойнақшты өттім. Ал енді тікелей сараптамаға көшсек, парламент бізге өз идеясын ұсынып береді. Жасөспірімдер және ынталандыру деген екі аргумент қойып береді. Және де мен оны қарқын ала қалмауы мүмкін деп, және апталық беріп жатыр деп, ол аргументтерін құлап тастаған болатын. Ал Ақмарал, яғни үкімет тобының спикері шығып, тек мен апталық беріп жатыр, соған ғана қарсылық қойылды. Ал бұл жерде оқушылардың қарқын ала қалмауы деген мен сөзім, яғни фактым ол бізді сол қалып болады. Ал және де менің құлатқан сөзімді менің спикерім тұрып, ұмытылып кетпейді ол. Әрдайым жүзеде жүреді, яғни мақсатына жету керек деп толықтырып, тұрғыз береді. Ал енді идеялық сараптамаға келетін болсақ, қарсылас топтың идеясы білім мекемелеріндегі IT саласын дамыту. Ал біздің идеямыз сол IT жылын жариялау. Негізінен мен лидерім және менің спикерім олардың идеяларын қатып бере алдық деп ойлаймыз. Және де олардың идеялары бұл алаңда ойнамай қалды. Ал біздің идеяларымыз бұл алаңда қалып, әлі өз күшіне десек те болады. Сондықтан біз жеңдік деп есептейміз. Мен сөзіме рахмет. Ортаға үкімет тобының лидері. Сізге берілетін уақыт 5 минут, 1 минут ребаты. Жалпы ойында өте қызды және тартысты өтті. Жалпы ойында не болды? Ең бірінші мен шыққан өзімнің дефиницияны түсіндім, статистикамды түсіндім, бәрін толықтай түсіндіріп ашып бердім. И бізге қарсылас топтың лидері шығып, бізге екі аргумент қойып кеткен боламыз, балалар, жасөспірімдер и және ынталандыру. Бізге ол аргументтер қуаттым дейді, наоборот, сіз біздің аргументімізге қосылып кеттіңіз, білесіз ба? Сіз де шықтыңыз да бізге ынталандыру деген нәрсе айттыңыз. Сіз де балалар мектепте болып жатыр, қараңызшы мектепте дамып жатыр деп, сіз біздің арамызға тағы кіріп кеттіңіздер да ше, қуаттым дейсіздер, бірақ біздің екі аргументіміз сол жерде қалып кетті, ынталандыру және балалар, жасөспірімдер деп. Сіздер жаңа шықтыңыздар, ол да мысалға да жыл беру, ынталандыру деген қарқын беру дұрыс па? Сіздер жыл арқылы сол жылды ойнату арқылы сіздер қарқын бересіз. Яғни ол да біздің тура біз сияқты алаңын ойнатасыздар, бірақ қуаттым деп айта аласыздар ма соны? Қуатқанға жатпайды. Ал енді бізге келесі оның тағы спикер шығады. Бізге ең бірінші шығады, мен өзімше біздің айтқан нәрсеміз уже қалып кетті, сіз қарсылық беруіңіз керек боласыз. Соңында шығасыздар да қарсылық бересіз. Біз соңында уже мына ағылшын тілінде ағылшын аттағанды біз дамытып қой деп айтып жатсыз. Соңында айтып жатсыз, уже ол нәрсе алаңда ойнамайды да. Келесі бізде мектепте болып жатыр дейді. Мектепте болып жатыр да, болыпты да, мектеп бірақ дамып кетті ма сол IT саласы бойынша? Сол информатика аталы болды деп, информатика дамып кетті ма мектепте? Дамыған жоқ, яғни оның нәтижелі болатынына біз сенімді емеспіз. Мысалы, осы алдыңғы жылдарда волонтерлар жылы болды. Қараңызшы, волонтерлар сол бір жыл бойы соған акцент берілді, сол волонтерларға күшті көңіл бөлінді. Одан алдын жастар жылы болды, одан кейін балалар жылы болды. Соған уақытта күшті көңіл бөлінді да, бір жыл бойы соған көңіл бөлінеді, бірақ ертең ол нәтижелі болатынына сенімдісіздер ме? Ертең соның келесіде соның нәтижелі болатынына біз сенімді емеспіз. Сондықтан біз ол идеяны ала алмаймыз бір жыл бойы. Мысалға, қараңыздар, волонтер жылы болды, волонтерларға көңіл бөлінді, ақша құйылды, күшті болды да, бірақ ол бір жылдан кейін уже қалып кетті. Волонтерлар жылы қай жыл болғанда есімізде жоқ мысалға да. Яғни ол нәрсе уже қалып кетті да, оның біз ертең бір
күшті болып қайтадан дамып кететіні. Бізге сосын мақсат қою керек дейді да. Яғни сен бірдеңе болса, жоқ спикер шығады да бізге ше, сен ол нәрсені ше өзің ішіңнен қалып тұрсаң, сен оны ертең ұмытпайсың, ары қарай дамисың дейді да. Сол дамуға деген қарқын беру керек қой бізге. Бізге 1 жыл болды, ладно да ше, ол 1 жылға кетіп қалды нәрсе үшін қалып қояды да. Ал біздің алаңымызда, яғни білім мекемелерін одан сайын дамыту, одан сайын қарқынды қылу. Яғни бізде қазір мектепте IT саласы дамымаған, бізде жағдай жоқ отбасылар бар, оларға биыл компьютер берілді, бірақ ол компьютер қайтадан алынды деген сияқты да. Яғни қазір тыңдап, сіз оған 1 жыл бойы көңіл бөліңіз, бөлмеңіз, апталықтар болып жатыр, информатика апталығынан басқа апталықтар болды бізде. Соған 1 жыл көңіл бөлінеді, бір апта көңіл бөлінеді, бірақ одан кейін ол қалып кетеді. Ал білім мекемесі ол өмір бойы, мектеп бүкіл жерде керек, мектеп ол бүкіл әлемде бар. Ол Қазақстанда ғана 1 жыл ойланып қоясыз, Қазақстанда ғана дамып кетпейді ғой. Соны жеткізгіміз келген. Тағы бізге көзқарас деген нәрсе айтады. Көзқарас. Біреудің көзқарасын не yapамыз? Қараңыздар да, сіз дамыту үшін бізге көзқарас қажет емес. Біз дамитын болсақ, өзіміз-ақ дамимыз. Біз өзіміз жетелемесек, ешкім өзі жетелемейді. Келесі идеялық сараптамаға келетін болсақ, бұл функционалдық сараптама болған. Енді идеялық сараптамаға келетін болсақ, біздің идеямыз білім мекемелеріндегі IT саласын дамыту. Яғни біз жаңа айтып өткеніміздей, фундамент қалай болса, шлагбаум сондай болады. Яғни біз қазір мектеп кезінде, мысалға мектеп кезінде бірдеңені үйренбесін, қазір мысалы қараңыздар, 6 университет бар Қазақстан бойынша, ең қарқынды дамып жатқан IT саласы бойынша 6 университет бар. Бірақ солардан жақсы маман шықты ма деген сұрақ. Жақсы маман шыққан жоқ. Неге? Себебі мектептерінде алмаған нәрсені сен университетке барып ала алмайсың, ол по-любому. Қарадам, мектеп кезінде жақсы нәрсе оқып келе жатасың, сосын оқымай келе жатасың, то есть оқымай келе жатасың. Ағылшын мектебінде ағылшын оқымасаң қазір, ертеңде ағылшын мектебіне түсе алмайсың деген сияқты да. Яғни бізде айтқымыз келетіні мектепті дамытайық, себебі балалар біздің ертеңіміз. Біз IT саласына жақын болсақ, мектеп кезінен біз ала алсақ бірдеңені, ертең сол өмірімізде қолдана аламыз, ертең ол бізге шынымен керек болады. Мысалға сен оқымаған нәрсеңді барып қайтадан оқып кете алмайсың. Сен IT-ді қазір оқымасаң, сен ертең оқи алмайсың. Университетте қанша жерде қарқын берілді, университетте көңіл бөлінсін университетте, бірақ мектепте берілген қарқын басқаша болады. Себебі сен мектеп кезінде уже білесің IT-дің не екенін, қандай болатынын. Жалпы осы мен ойым айтқым келгені. Рахмет. Бүгінгі ойынымызға өте көңіліміз толып отыр. Керемет аштыңыздар. Рахмет. Ал енді төрешілерімізге сөз берейік, одан кейін ары қарай марапаттаймыз. Жалпы сәлеметсіздер ме? Шынымен де ойын қызықты өтті. Енді тақырып Қазақстандағы IT саласын дамытудың ең тиімді жолын ұсынады болды. Үкімет білім мектептерінде IT саласын дамыту дегенді ұсыныстарда идеясы, басты идеясы позиция болса, IT жылын жариялау деп. Жалпы идеяларыңыз өте қызықты болды. Қарсылықтар да жақсы болды. Жалпы мен өз даусымда позиция беретін едім, өйткені олардың идеясын жақсы қорғап берді деп айта аламын. Тағы да қайырлы күн. Бұл палата Қазақстандағы IT саласын дамытудың ең тиімді жолын ұсынады. Енді бізде оппозицияда үкіметте почти бір тақырыппен бір идеямен ойнап береді, бірақ үкімет тобының идеялары сәл төбеде тұр, өйткені бізде IT саласы қазір біз мектепте дамып жатыр, информатика пәні деген сияқты. Сол менің даусым оппозицияға береді. Барлықтарына сәлем, көргеніне қуаныштымын. Енді дауысты не үшін бергенімді айтайын. Яғни мен дауысты берем оппозицияға, неге? Өйткені үкімет тарапы дауысты, яғни үкімет тарапы бұл алаңды жанынан көрсе, оппозиция тарапы жоғарыдан көреді. Яғни мен сол үшін оппозиция тарапына берем. Яғни Ақмарал ханым оппозиция тарапына берген қарсылығын береді, ал бұл тарап оны қайтып көтереді. Мен сол үшін даусымды осы оппозицияға берем. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Маған екі топтың да ойнағаны ұнады. Екеуінің де идеясы мықты болды. Оппозиция үкімет тобының идеясы маған ұнады, сол үшін мен өзімнің даусымды көтердім. Өйткені мына қыздар маған таныс болды. Өткенде ойнадыңдар сендер ойынды, иә? Енді мынау төреші жақ қай жаққа басым? Үкімет па жоқ, оппозиция басым болды ма? Шешімін шығарсын?
содан кейін мектебіміздегі информатика командир сөз берейік. саламатсыздар оқушылар, жалпы екі топта өз несін өз деңгейінде қорғап шықты деп айта аламын. Бірақ дұрыс IT саласын жаңағы жылын беріп жаңағыдай соны дамыту керек деп жатыр ғой. Бірақ өз ойын қорғап шыққанда маған әлемнің несі ұнады. Сөйлеуде, әрекет деп айтамыз ғой, жаңағы ойын жеткізуде, жалғыз балда сөз қорыда андай не да кеңінен ұмыту не емес жеткізуі сол әлеуметтік жарайды ендеше олай болса марапаттауға көшейік. Төрешілер өте бір керемет ойын болды. IT саласына қатысты керемет ұсыныстар айтты. Барлығына қосыламын болды. IT саласына қатысты өте көп мәселелер. Әлде де қажет десеңіздер оны бере алады. Басқа күнге дейін ұйымдастыра аламыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша қорытындысына келетін болсақ, марапаттауымызды сұрайық. Шымкент қаласы номер 69 жалпы орта білім беретін мектебі 2022-23 оқу жылы барысында ғаламтордан ғаламшарға саяхат атты өтіп жатқан физика информатикалық мүмкіндігінде 7-ші В сыныбында ұйымдастырылған цифрлық әлеммен жарқын болашаққа тақырыбында өткізілген пікірсайыс ойынында үздік лидер номинациясымен Ақсадық Сымбат Бақытқызы дәл осы мәтінде цифрлық әлеммен жарқын болашаққа тақырыбында өткізілген пікірсайыс ойынында үздік спикер номинациясымен Төлебай Ақмарал Жақсыбайқызы жеңіс тілейміз алдағы уақытта. Енді ең үздік спикерімізден лидерімізді анықтаймыз. Цифрлық әлеммен жарқын болашаққа тақырыбында өткізілген пікірсайыс ойынында ең үздік спикер номинациясымен Асанхан Аружан Қанатқызы цифрлық әлеммен жарқын болашаққа тақырыбында өткізілген пікірсайыс ойынында ең үздік лидер номинациясымен Бақит Аймен Исмияқызы